Оқушылар, тұрлаулы сөйлем тұрлаусыз мүшелердің келесі түрі ол толық тауыш. Толық тауыш дегеніміз не? Ол іс оқиғаны заттық мағына жағынан сипаттайды екен. Толық тауыштың сұрақтары кімге, неге, кімді, нені, кімде, неде, кімнен, неден, кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді екен. Яғни бұлай тоғытерін айтатын болсақ, атау мен іліктен басқа септіктердің сұрағына толық тауыш жауап береді. Атау септігінің сұрағына қай сөйлем мүшесі жауап беретін еді? Әрине бастауыш. Бастауыштың сұрақтарына қарайтын болсаң, атау септігінің сұрағы бар. Ал ілік септігінің сұрақтарына ол сұрақтары неде бар екен? Ол анық тауышта бар екен. Анық тауышта өткен кезде бағана көрдіңдер, кімнің, ненің деген сұрағы бар еді. Яғни атау мен іліктен басқа септіктердің сұрағына жауап беретін сөйлем мүшесі толық тауыш екен. Толық тауыштың жасалу жолына келетін болсақ, ол да зат есімнен де, есімдік те, сыным есімде, сан есімнен де, есімші және тұйық етістіктен де толық тауыш жасала береді екен. Мысалы айтатын болсақ, қорқақ көлеңкесінен қорқады. Неден қорқады? Көлеңкесінен, яғни шығыс септігінің жалғаулығы арқылы жасалынған зат есім толық тауыш болып тұр екен. Келесі, бұл сөз оған мынау тағы бір мысал бар екен, оны да оқи салайын. Апама көмектестім. Кімге көмектестім? Апама көмектестім. Яғни апама деген сөзіміз толық тауыш болып тұр. Жиналыста тәрбие туралы әңгімелестік. Не туралы? Тәрбие туралы әңгімелестік. Келесі есімдіктен жасалынған түрі, бұл сөз оған қатты әсер етті. Яғни бұл жерде жіктеу есімдігінен жасалынған толық тауыш кеп тұр. Оған, кімге? Оған. Келесі, Оспан ешкімнен қорқпайды. Ешкімнен деген есімдік кеп тұр. Толық тауыш болып тұр екен. Келесі, оқушылар, сын есімнен де толық тауыш жасалады. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Кімнен үйрен және кімнен жирен деген сын есімнен жасалынған толық тауыш келіп тұр екен. Жақсыны жамандаса, аруағы тасады дейді. Бұл жерде кімді жамандаса, жақсыны жамандаса. Толық тауышымыз сын есімнен жасалып тұр екен. Келесі, 5-тен 3-ті алса 2 қалады. Нешені алса 2 қалады, 5-тен 3-ті алса. Сан есімнен жасалынған толық тауыш келіп тұр екен. Келесі, оны айтар айтпасын білмеді. Нені білмеді? Айтар айтпасын. Етістіктен жасалып тұр. Етістіктің есімше түрінен жасалып тұр екен. Ар, ер жырына кеп тұр. Мынау